Саламатсыздар ма? Менің есімім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеода үйдің иесі сізді арендованный үйіңізден кез келген уақытта сізді шығарып жібере ала ма, шығарып жібере алмай ма, сол туралы айтып кететін боламын. Осы видеоны ары қарай көрместен бұрын достар, осы біздің YouTube каналымызға, TikTok парақшамызға және Instagram парақшаларыма тіркеліңіздер, алдағы заңға байланысты ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Сіз және үйдің иесі екеуіңіздің араларыңызда осындай екі жағдай болуы мүмкін. Бірінші жағдай, сіз үйді квартираны арендаға алған кезде бұл жазбаша түрде осындай келісім шарт арқылы жасалуы мүмкін, екіншісі ауызша жасалуы мүмкін. Бірінші жағдай бұл осы жазбаша түрде договорға отырған жағдайда айтып кететін боламын. Сіз осы үйдің иесімен осындай келісім шартқа отырған жағдайда, осы келісім шарттың ішінде көптеген ақпараттардың барлығы жазылады. Ол дегеніміз, сіздің бұл жердегі аты жөндеріңіз, осы арендодательдің аты жөні толығымен, және бұл жерде сіз осы үйді қаншаға арендаға алып отырсыздар, сол сумма, және де осы договордың мерзімі, және қандай жағдайда сізді осы үйден шығарып жібере алады, шығарып жібере алмайды, немесе оның бағасын көтере алады, көтере алмайды деген ақпараттардың барлығы осы жазбаша келісім шарттың ішінде жасалынған болады. Көбінесе осындай договорлардың ішінде сіздерді үйден шығарып жіберу үшін, немесе осындай квартираның бағаларын көтеру үшін, осы үйдің иесі договорда көбінесе 15 күн көрсетіледі. Сол 15 күннің ішінде үйдің иелері сізге хабарласып, яғни сізді осы үйден шығасыздар, басқа үй іздей беріңіздер, немесе келесі айдан бастап осы суммалары үйдің ондай кезде олар өседі немесе түседі деген сияқты сіздерге хабарлауы міндетті осы үйдің иелерінің. Ал егер де олар сізге осындай хабарлама жасамаған жағдайда, сіздер осы арендованный үйде ары қарай бір айдай тұра беруге құқықтарыңыз бар. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдайды айтатын болсақ, бұл ауызша келісім. Ауызша келісімде ешқандай договор, қағазды подписывать етіп керек емес. Жай ғана WhatsApp-тан сөйлескендеріңіз жеткілікті. Бірақ оны дәлел ретінде сіздер осы договордың оплатасын төлеген кезде, мысалы Каспимен белгілі бір квитанцияларыңыз, чектарыңыз қолдарыңызда болса, ол уже сізге дәлел ретінде саналады. Осындай жай ғана ауызша келісім болды деп үйдің иелері үйден сізді шығарып жібергісі келетін болса, ондай кезде осындай ауызша келісім бар деп чектарыңызды көрсетіп дәлелдеме ретінде сіз ол үйде ары қарай тағы да бір ай қалып тұруыңызға толыққанды құқығыңыз бар. Мысал ретінде сіз осындай ауызша келісімге келдіңіздер, немесе осындай жазбаша келісімге тұрдыңыздар, қазіргі кездегі мысалы Қазақстанның жағдайын алатын болсақ, осы сізге үйдің иесі келді де айтады. Мысалы қазіргі кезде сен ертең үйден шық, немесе бір аптаның ішінде, немесе 3 күннің ішінде ертең деп айтуы да мүмкін. Өйткені ертең күні мен мысалы 2 есеге қымбатырақ басқа адамға мысалы сол үйді берем деп айтуы мүмкін. Ондай кезде сіз онымен келіспеуіңіз керек. Сізді қанша жерден қорқытса да, ертең күні полициямен келіп сізден үйден шығарып жіберем десе де, ондай кезде сіз оған келіспеуіңіз керек. Осындай ауызша келісімшарт немесе жазбаша келісімшарт болған үшін ешқандай полиция да сізді ол жерден шығарып жібере алмайды ол үйден. Ол кезде тек қана үйдің иесі сізді сол үйден шығарып жіберу үшін сізді сотқа береді, азаматтық сотқа. Азаматтық сотқа выселенияға сізді береді. Егер де сол жақта ол жеңетін болса, жеңген жағдайда ғана сізді сол үйден шығарып жібере алады. Сол үшін достар, көбінесе ауызша келіспей, негізі осы жазбаша келісу керек. Жазбаша жазған кезде бұл договордың ішінде толыққанды барлық пункттар жазылады. Даже мынандай пункттарды жазып қоюға болады. То, что мысалы сіз бүгін арендаға кіретін болсаңыздар, 15-30 күннің ішінде сізге хабарламай осы сіздің үйіңіздің иесі келіп сізді үйіңізден шығарып жібергісі келетін болса, ондай кезде сол үйді шығарып жіберетін хозяин сізге определенный бір белгілі бір штраф төлейтіндей пункттарды осындай договордың ішіне енгізіп қоюға болады. Ондай кезде үйдің иесі сізді осындай үйіңізден шығарып жіберу туралы даже ойына да келмейтін болады. Достар, осымен біздің видеомыз өзінің мәресіне жетті. Егер де сіздерде осындай квартираға байланысты проблемаларыңыз болып, үйдің иелері сізде осындай үйіңізден срочный порядке шығарып жіберейін деп жатса, ондай кезде осы видеоның астына сілтеме қалдырып кетемін, маған хабарласыңыздар, сіздерге көмектесуге тырысамыз. Біздің осы видеомыз сіздерге пайдалы болып жатса, ұнап жатса, ондай кезде біздің осы YouTube каналымызға, Instagram парақшамызға тіркеліп алыңыздар, алдағы заңға байланысты видеоларды жіберіп алмаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.